Сәлем достар, бүгін біз каналымызда тағы да иттің суретін саламыз. Бұл иттің суреті өте оңай салынады. Ең алдымен көлденең орналасқан, қисықтау орналасқан домалақтың, овалдың суретін салып шығамыз. Бұл не үшін қажет? Бұл бізге иттің бетін, яғни тұмсығын, көздерін оңай бейнелеу үшін оңай методика. Орналасқан линияға екі көзін салдық, және де төменгі линияны жүргіздік. Ол төменгі линияға мұрнын саламыз, ақырындап қарындашпен басып шығамыз. Ал енді ақырындап жоғарыдағы линияға қасын саламыз. Төменгі орналасқан линия бойынша иттің аузын салып шығамыз. Аузы, яғни иттің күліп тұрған жері. Енді тұмсығын саламыз. Жоғары қарай көзіне жақынырақ осындай линия салып шығасыздар, және де ол линияны шетке қарай жібересіздер. Екінші жақтан қасының үстіңгі бөлігінен тағы да бір линия шығады. Ол линия толығымен бетінің барлығын жаппайды, тек қана кішкентай ғана бөлігі мұрнының бойымен созылып шығады. Енді тағы бір линия жүргіздік. Ол біздің басымыздың контуры және де құлақтары үлкенірек қылып салуға тырысамыз. Себебі солай сүйкімдірек көрінеді, және де солай дұрысырақ болады. Мен мына жерде құлағын үлкейтемін деп шештім. Енді керек емес артық жерлерінің барлығын өшіріп тастаймыз. Ақырындап өшіргеннен кейін артық жерлерін басының контурын дұрыстап аламыз. Яғни біз шеңбер бойымен ақырындап қисық контуринг жасаймыз. Басының, яғни пішінін салып шығамыз. Кейінірек денесіне қарай көше бастаймыз. Бұлай қарасан барлығы дұрыс сияқты, тек қана бізде аузы үлкен, ұзын болып кеткен сияқты, сондықтан да мен бұны дұрыстаймын. Көзі, мұрнын дұрыстап алыңыздар, қарап алыңыздар. Егер бір жері келіспей жатса, онда оны дұрыстап, бояр алдында дұрыстап алған жөн. Мысалға мен ойымша көзі дұрыс емес, көзін кішкене төменірек салу керек деп ойлаймын. Сондықтан да осылай мұрнының ішкі жағына қарай кіргізіп салып жібердім. Суретіміздің кескіні толығымен дайын болды. Сондықтан да боярдың алдында ең алдымен суретімізге толық анық қарап шығыңыз. Қай жері дұрыс емес, қай жерінде бір нәрсе артық болуы мүмкін, немесе жетіспеуі мүмкін. Сол жерлерін бояумен боярдың алдында дұрыстап алғандарыңыз дұрыс. Себебі бояғаннан кейін қателіктерді дұрыстау өте қиын. Енді маған палитрама қоңыр түс, қара түс керек болады, және де көп мөлшерде су қажет болады. Сумен қара түсті сұрлау түс қылып
осылай бояп шығамын. Көрдіңіздер ме? Қара түс емес, бұл сұр түс. Және де маңдайына, мұрнының бөліміне қарай аймағында ол түстер кішкене қарая бастайды. Ол шамалы қара болу үшін біз бояуды көбірек қосамыз. Мұрнындағы және де қастарындағы қаралау келген тонды бояуды көбірек қосу арқылы жасайсыз. Мұрнын қаны қою қарамен бояйсыздар. Қастарын және де ауызын толық қара түспен. Суретімізге әрине контуринг жасаймыз. Контурингті толығымен жасап болғаннан кейін суретіміздің кейбір жерлері қоңырқай түсті, сұр түсті және де көгілдір түсті көлеңкелер бар. Сол көлеңкелерді толығымен бояу арқылы беруге тырысамыз. Сіздерде ол түстерді қайталау үшін толықтай міне сол жағында дайын суреттің нұсқасын
кыстырып койдум. Сол суретке карап, кандай түсті кай жерде бояу керек екенін анық қарасаңыз болады. итіміздің денесіндегі, бетіндегі, тұмсығындағы барлық көлеңкені, түстердің айырмашылығын бейнелеуге тырыстық. Жаман емес деп ойлаймын. Тек қана сіздер видеоның соңына қарай салатын болсаңыздар, мұрнының тұмсығына ақ жырқыл және де көзінің жанарын салуға ұмытып кетпеңіздер.
толығымен иттің контурлігін жасап біттік, және де артқы фонды мен қызғылт түсті қылып саламын деп шештім. Сондықтан да барлық артқы фонды қызғылт түсті қылып шығамын. Каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Бізбен бірге сурет салып үйренуді шақырамын.